Сәлеметсіздер ме? Мен Атырау қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қол өнер үйірмесінің жетекшісімін. Сіздерге арнап ұлттық ою өрнектер тақырыбында шағын мастер-класс ұсынамын. Алдымен жалпы ою өрнектерге қысқаша тоқтала кетсек, олардың негізгі 4 түрі бар: зооморфтық, өсімдік тектес, геометриялық және космогониялық. Қазақ халқы ою өрнектерді бұйымдарда қолданбас бұрын, олардың мағынасына өте мән берген. Мысалы, зооморфты ою өрнектерді тек ер адамдардың, батырлардың киімдерінде қолданған, және жануар жерге жақын болғандықтан, оны көбінесе жерде тұратын жиһаздарда, жерге төселетін сырмақ, алашада қолданған. Ал өсімдік тектесі ою өрнектерді көбіне киімдерден кездестіреміз, ыдыстардан, әшекей бұйымдардан. Ал геометриялық ою өрнектерді басқа ою өрнектерді толықтыру үшін қолданады. Мысалы, кілемдердің ортасы өсімдік тектес ою өрнек болса, оның жиегін геометриялық ою өрнекпен толықтырған. Ал космогониялық ою өрнектерді кейде ғарыштық деп те атайды. Сондықтан оларды жоғарыда, биікте қолданған. Мысалы, кигіз үйдің түндігінен, шаңырағынан салбырап түсетін шашақтарда, жолақтарда космогониялық ою өрнек түрлерін кездестіреміз. Жалпы біздің ою өрнектермен кез келген бұйымды сәндеуге болады. Ал мен бүгін сіздерге әдемі мерекелік тортты ою өрнекпен сәндеуді көрсетемін. Ендеше сіздерді менің шағын асханама шақырамын. Менің шағын асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге арнап сүтті қыз тортын жасайтын боламыз. Ол несімен ерекше? Ерекшелігі оның бейнесі киіз үй тәріздес болады. Ендеше кеттік, бастайық. Міне, біздің қоржындарымыз да дайын болды. Ал енді кремін жасауға кірісейік. Міне, біздің киіз үйіміздің төменгі бөлігі жиналды. Енді дәл осылай қалған қоржындардан киіз үйіміздің жоғарғы бөлігін жинастырамыз. Міне біздің киіз үйіміздің жоғарғы бөлігі де дайын болды. Міне, әртүрлі арнайы бояуларды пайдалану арқылы біздің ақ түсті мастикамызды кез келген өзіңіз қалаған түстерге бояуға болады. Мысалы, сізде сары мен қызыл түс болса, қызғылт сары, оларды араластырып қызғылт сары түс шығаруға болады. Сол секілді өзіңіз қалаған түстерді жасап алып, кез келген пішін, өзіңіз ойлаған пішіндерді құрастыруға болады. Мысалы, осындай арнайы қағазға қолдан оюды
салып, трафарет жасап алып, яғни бұл бүгін біз айтқандағыдай зооморфты ою өрнек түріне жатады. Бұл жерде себебі қошқар мүйіз элементтері бар. Сол трафареттен бастырып екі бірдей ою жасап қойдым. Және бүгін айтқандағыдай, мысалы, бұл космогониялық ою өрнек түріне жатады. Себебі бұл жерде шеңбер және мынау 4 бөліктен тұратын оюдың аты жұлдызша деп аталады. Бұны біз киіз үйіміздің шаңырағы ретінде пайдаланатын боламыз. Және де геометриялық пішіндерді қолдану арқылы осындай киіз үйдің есігін құрастыруға болады. Бұларды қазір сумен бір-біріне қосу арқылы киіз үйіміздің есігін жасаймыз. Және де кез келген өзіңіз қалаған екі түсті мастикадан ұзын жолақшалар жасау арқылы оларды бір-біріне орап, осындай ала жіп, бау десек болады, жасауға болады. Бұлмен қазір біз киіз үйіміздің жиектерін сәндейтін боламыз. Біздің мастикаларымыз кәдімгі ермек сазға ұқсайды. Сондықтан бұдан кез келген пішін, кез келген мүсін жасауға болады. Сондықтан бұл да бір қолөнердің түріне жатады. Осымен біздің киіз үй тәріздес тортымыз дайын. Бүгінгі менің мастер-классым сіздерге ұнады деген үміттемін. Торт өте жеңіл, жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.